Аға кеш жарық. Қайырлы кеше. Енді ойламастан жерде бүгін 5-ші желтоқсан 2025 жыл. Кеше ғана мен Орынбордан келдім. Кеше ғана WhatsApp-пен сөйлесіп отырдық қой. Енді Орынборда жүргенде айтқан жоқпын өткен деген әңгімелер көп болып кетеді. Осына келгесін бір сізбен көрісіп кетейін ба деген ой ғой. Өте жақсы бір жаңалық болды. Сол Орынборда жүргенде кеше Жиренше ағамыз жіберді. Айболат, сенің інім, сенің атаның жері табылды деп. Жатқан жері. Иә, жатқан жері табылды деді. Мәңгілік. Өте қуанышты бір хабар келді. Рахмет Жиренше ағаға. Қалайсыз аға, амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Шүкір Аллах, шүкір. Шүкірміз. Мен сол әдейілеп Астанадан келетқанда камераны ала шықтым. Бейсенбай ағамызды сөйлету керек. Қалайсыз? Не жаңалығыңыз бар аға? Аманшылық негізінен. Ел аман, жұрт тыныш деген сияқты шүкір халық жүріп жатыр. Әркім өз жұмысында. Ал мынау енді оның ішінде ағайын туыстар әйтеуір. Енді ел болғасын жерде андай-мындай болады ғой енді, бірақ жалпы әйтеуір халық негізінен аман жүріп жатырмыз. Қош көрдік. Сенің жақсы хабар айтып жатсың ғой. Алдында жазған Жиренше салып. Рахмет. Жан жақтан осылай аталарды іздеген дұрыс. Ата-бабаны іздемесең, енді әрісін таба алмайсың. Ең болмағанда 7 атаны табуға ұмтылуға тиіспіз. Енді күні кешеге дейін өзі ойлап қарасаң, үйден 5 атаның өзі шыққан. Өзің атаң, әкең, атаң, бала, жаңағы бабаң, соның барлығын қарағанда өзі. Енді егер атадан қоса, ата, бала, немере, шөбере, шөпшекті көріп кеткен, 5 атаны көріп кеткендер осы соңғы кездің өзінде де бар. Ал 7 атаны көріп кеткен, ертеректе болған ол. Неменеге дейін көріп кеткен дуады, немене деп. Ал енді солардың барлығын іс-әрекет жасап жатырмыз ғой, шама келгенше осы. Біз мынау енді таздың ішіндегі Абдал Келдібай, одан тараған Бекқұлы, сол Бекқұлының 7 баласы, солардың барлығын кім қай жақта жатқандығын шамамыз келгенше кітаптардан іздеп, үлкен кісілерден сұрап, енді сол қай жерде жатыр екен деген жобада жүрміз. Дұрыс аға. Аға, мен 2021 жылы арамыздағы ең үлкен ақсақалды сөйлетіп кетер едім. Мен өзім атам қайда жерленген білмеймін, көрген жоқ ешқашан. Ол түгіл менің әкем де 7 жасында ма, 10 жасында ма жетім қалған. Сонда Жанәділ ағамды сөйлетіп, соны тыңдап кетсек сөйлеген. Көрек тыңдайық тыңда. Зұмхан жерленген жер қай жер? Ол Қарақожа дейтін жер. Қарақожа дейтін ауыл ма? Қарақожа дейтін Башқұрт ауыл. Россия болғанмен енді аралас қой, Башқұрты бар, орысы бар. Орынбор облысы ма сонда? Иә, Орынбор облысы. Сарықташский район. Ауылдың қасында зират бар ма сонда? Иә, бір өзеннің қасында зират бар. Зират бар. Қазір білінбейді зират. Баяғыда бардық Ақбай екеуміз. Таптыңыз ба? Таптық. Ол боладар көрінбейді. Шөп шығып кеткен, боз біраз жүрген. Бұрын келең, ауылда қалған өлген кісілерді кетерде айнала қара таспен қанап кетіп еді. Оның біреуі жоқ қазір. Қайда ол не жоқ, қай заманы? Ол 37-38 жылдар қаңғымы. Сол Қарақожа бар әлі. Қарақожа деген ауыл ғой. Ауыл. Яумыл қиямат иннака тоқиюхи мират Аллаху якбар. Атсалай. Ең қызығы аға, осы сұхбаттан кейін, 1-2 айдан кейін ба ағамыз о дүниелік болды. Алла.
алдынан жарылқасын ағамды. Ағаммен де сөйлестім ғой мен барып. Бір 2 рет дастарқандас болдым. Ана Қарасай ағам бар, екеуі қатар құрдас екен. Бір жол түсіп, мына Бейнеудегі Ұшқанберді ағам Болат інім келіп соларға барып сәлем берейік деп 2009 бекен ұмытып қалып отырмын. Сол шамада 10-да ма әлде бардық. Сонда сол Қарасай ағамның үйінде әңгімелесіп, бірталай әңгімелер құрдық, әңгіме дүкен. Дұрыс болған екен, көзін көрсеңіз. Сонда ағам айтып отыр, мен әкемен жаңағы атамыздың жерленген жеріне барып келдік дейді. Қарақожа деген жерде. Қарақожа дейді. Сонымен жазып алып қалып, картадан қарадым, табылмадым. Осы Орекендер деген атын өзгертіп жіберген шығар деп біраз жерлерді белгілеп қойдым. Соның ішінде Қарақожина деген болды. Белгілеп қойдым да жазып қойдым, бар. Кеше енді Жиренші ағамыз айтып отыр, сол Қарақожинаны Қарақожа екен. Соны ауыстырған екен атын. Өте қуаныштымын. Енді осы жеті аталық туралы әңгімеміз болып жатыр ғой. Соның ішінде мен де келіп сөйлесіп жатырмын, кейбіреулер айтады, оны не керек дейді саған? Үлкендер. Оны сен көрген де жоқсың, білген де жоқсың. Не істейсің оны бар онда? Мына дүниені қарашайшы өзінің жағдайында. Соны барғанда не береді саған? Тіпті әкенің басына да бір жылда бір рет барсам, сол жетіп жатыр деген сияқты әңгіме қылады. Біреулердің айтысы ғой ол. Оны түсінбейтін адамдардың айтысы. Мен осы мәселені енді өзіне бетіне айта алмадым, сіздікі дұрыс емес деп. Бірақ үндемедім мен деген, жасым кіші болғаннан кейін. Мен осы туралы әңгіме айтқым келіп отыр. Мына жеті атамыз, қараңыз. Бекқұлы 7-ші ата, Үйткүшік атамыз, Қойгелді, Мақұл, Байшөлен, Ерлік, Зымхан. Мына енді Зымхан сол Қарақожа жерінде жерленген. Енді бұлай ғылыми түрде келетін болсақ, әкеден балаға 50% беріледі екен. Атадан 25% беріледі екен. Атадан. Арғы атадан 12% бірнеше беріледі екен. Бабадан 6-да бірнеше пайыз беріледі екен балаға. Түпкі атадан 3-6 бірнеше пайыз беріледі екен. Тек атадан 1-3 бірнеше пайыз беріледі екен. Ал 7-ші атадан, яғни бізге Үйткүшіктен 0 бірнеше процент беріледі екен балаға. Яғни ол ғылыми түрде дәлелденіп тұр. Сен ана 7 атаннан бастап саған әсері бар деп тұр, қанында сен. Енді рухани жағын айтпағанда ғылыми түрде дәлелденіп тұр. Адамның жеде санасы бұл жерде тазару керек, кену керек деген сияқты да, сонда түсінеді. Енді Құдай қаласа жазда сол жаңағы атамның басына барып, бір Құран бағыштап, енді мен талай көрпелдерді сөйлетіп жүрмін ғой, олар айтып отыр, тауып береміз керек болса деген сияқты әңгіме айтып отыр. Ондайлар бар. Мына Құлсары жақта да бар, тауып беремін деп тұрғандар, көрпелдер. Бұл өте дұрыс әңгіме ғой мынау. Енді өзі жеті атаңды іздемесе, мынау жаңағы қазақтың өзінде мақал бар. Мына әруақты адамдар болады ғой. Сол көбінен сұрайды, сіздің енді әруағыңыз балаңызға беріле ме деген бір көп оқимыз ғой. Мысалға мына ауыл жақтарда болған әулиелер, сонда бұл кісі айтады дейді, білмеймін, баламда болмаса да осы жеті атамның ішінде бір ұрпағыма қарай жаңағы жоғар деген деп айтады. Ертеде айтады, я жеті атаның ішінде, я 77 атаның ішінде ол қайталанады деген. Баяғыны жалдар айтады. Ол енді мынау ғылыми дәлелденіп тұр енді. Ол қалай болғанда да қанда бар ғой. Ол қанда бар, бір жерден шығады түбі. Ол үшін енді бір ұрпақтың өзі бір сондай реті келген уақытта ол шығады енді. Оның әсері тікелей бар деп санаймын. Бар. Қазіргі мына өздері де ауырады, баласында есін жия алмай жүр, бірақ жаңағы сол атасына басына барғысы келмейді да. Яғни мойындамай тұр ғой енді деген да. Өңілді не істейсің дейді оны, Құдай ау дейді. Көп өзі қазір қазақ мына осы ауылдың ішінде де көптеген адамдар ауырып әулиелерге барады ғой. Әулиелерге барса айтады дейді, сенің бәленше деген атаң деген керемет адам болған ғой. Сол атаңның басына неге бармайсың деп. Қайтарып жіберетін көрінеді. Мен оны естідім құлағыммен. Сол атасының басына барып,
сау болып кеткен адамдар болған. А ол оны көрдің бе, өзі атасында бар екенін білмейді. А оны әулие адамдар біліп тұр. Көрдің бе? Ал соған барғанда оның ол кісінің жаңағы шапағаты тиіп тұр оған. Енді мына осы сөзге байланысты өзі мен енді өзі көптеген осы жеті ата енді ар жағын табу қиын. А жеті ата өзі әркімнің сөзінен, жүрген ізінен тауып алуға болады. Сол бойынша осы 3-4 жыл, соңғы 3-4 жылда мен машықтанып жүрмін. Ал енді оның бірақ мысалы енді мынау біздер енді мынау таздардың 12 ата байлығының ішінде таздың негізгі жүрген жерлері жолы мына Құлсары әуелден келген Жылой дейді. Құлсары деген ат жоқ болмаған, артынан қойылған күні. Жылы ойға келген, не жақтан Алтайдан Сыр бойына келіп, Сыр бойынан бер қарай бүкіл байылы, жеті ата, жеті ру, алты ата әлім, кіші жүздің 25 руы бәрі қозғалған ғой. Сол қозғалып келгенде жем бойына келеді, жем бойынан келіп, содан кейін әрбір жаққа тарасады ғой. Мынау жаңағы жемнің бойына кетеді, одан бер қарай шығып, жаңа Жылойдың бүкіл жерлерін әркім енді келісіммен барлық жерді бөлісіп орналасқан ғой. Ал сол негізгі сонда келген тиесілі мен соңғы кезде тапқаным, біздің жаңағы таздардың көбі сол жаңағы Жылойдан бер қарай, бергі беті Сағыз бойы, Ойыл бойы, одан бер қарай шығып, мына неге қарай жаңағы Шыңғырлау, анарда Жақсыбай дейді, жаңағы. Сонымен былай қарай Россияның шекарасына қарай жүріп, малын бағып сол екі ортада. Шекарада, Башқұртстан. Ол уақытта шекара жоқ қой, Башқұртстанға кіріп, қай жерде малға жақсы жайылым бар, сонымен жүріп, сосын қыста жайлап кейін қарай қайта берген, сол жаңағы Жылойға барады. Жаңағы жолдан Сағыз өзендерінің арқылы өтіп, Жылой бағытын ар жағында Қаратон дейді, Қосшағыл дейді, одан ары қарай өтіп, жаңағы теңіздің бойына барып, сояқта қыстаған. Бұл жолдың мен неге оны примерге алып отырмын? Бірінші жаңағы осы Атырау облысының, Ақтөбе облысының археологтарын папырайыс етіп, телефон интернеттен тауып, соларға айтқанмын. Айналайындар, осы маған жүрген жерлеріңді бәрін аралап, құлыптасты оқып жүрсіңдер ғой, біз ешкіше оқи алмаймыз. Сондайдың ішінде таз руынан болса, басқаны қоя тұр. Таз кім болса да таз руынан. Маған хабар берші деп телефонымен сөйлесіп қойған. Содан осы биыл, осы жалғыспасам, июльдің аяқ жағыма звондайды жаңағы бала. Аға, мен сенің бір аталарың тапқан сияқты мына ал деп. Ойбай, онда оқы жібер көкем. Сөйтсем бұл жаңағы менің енді арғы бабам болып тұр. Бұл енді біздің жаңағы неден қуғанда, мына Иткүшік атамызды оған, Иткүшіктің немересі. Иткүшіктің немересі. Иткүшіктен жаңағы айтып отырмыз ғой, біздер әлі болып бөлінеміз ғой. Сол әлінің баласы. Қазақбай деген кісі екен менің арғы атам. Соны таптым дегенсін, содан жұмыс қылып, жаңағы бір шаруамен сояққа баратын болдық. Жаңағы Сейсенбайым, Мерекенімді алып, үшеуміз барып, ары қарай. Ана балдарға айтып едім, ар жағынан келді. Ол Құлсардан 42 километр жерде мына жаңағы трассының бойында мына теңіз несі бар ғой, кеніші, сол как раз соның жолында екен. Жолдан бір 2 километр ме, 3 километр жерде. Айту соны тауып, ана балдарға оқытып, құлыптастары деген сол күймен тұр. Ой, Алла, анау жаңағы атамыз 1795 жыл туған екен. 1865 жылы қайтқан екен, 70 жасында. Оған жаңа тас қойған біздің жаңа бабамыз Бай Мағамбет деп жүрсек, таста жазған бұның аты Бай Мұхамбет екен. Бай Мұхамбет болып жазылған екен. Оны сосын оны бер қарай енді келіп талқыласам, ары қарай ол кешегі мына патшалық Совет одағы орнағаннан кейін байдың балдары ғой бәрі. Күн бермеген екен әкелерін қуалап. Жаңағы атамыз 35-37 жылдары кетіп қалған. Бұдан қалай болған Құдай біледі. Ол уақытта бүкіл ақсүйектерді құрды ғой. 29-да кеткен дейді. Менің әкемнің айтуы бойынша 29-да енді ол уақытта есім білетін жігіт қой. 29-да бәрім жан жаққа кетіп қалды дейді. Бұрын араласып жүрген тумалар, Иткүшіктің тумасы. Бәрі жан жаққа кетіп қалған. Сол әкем 29 жыл, 20-30 жыл сондай. Содан жаңағы, сонда
ана кісінің атын қалдыру үшін жаңағы шешеміз ана Баймағамбет деп Баймұхамбетті өзгертіп, ең болмаса негізін алып қалайын деген екен ғой. Міне қара, сол уақытта мен ол кісі бірақ бізге айтпай кетті. Айтпағанмен мен мынаның бәрін қарап отырсам, бұл солай екен. Ермағамбет деген бізде фамилия бар. Жолайдың ағамның фамилиясы Ермағамбет, ол да біздің атамыз екен. Байшүрен менің апамның фамилиясы, туған апам. Байшүрен деген атамыз екен, 4 атамыз. Мінекей көрдің бе? Соның барлығы бір жағынан жаңағыдай үкіметтің қыспағынан қорыққан халықтан енді күні кешеге дейін соғысқа дейін оны неткен ғой, жаңағы қуғын аздап мына 37-дің аяғында аздап азайып та ол жақта. Өйткені халық қайтадан орналастырып армияға алатын кез болған екен ғой. Сосын 38-ден бастап армияға алып кеткен. Менің фамилиям Ермұхамбетов. Бұндай атамыз жоқ. Қалай жазғанын түсінбейміз біздер. Ермұхамбетов деген жоқ атамыз. Ермұхан деген бар, Зімхан. Мұхамбет деген сөзді айтпас үшін алып тастағанда артынан қайтарып тұр ғой. Мұхамбет деген сөзді естісе ол уақытта бітті ғой. Қызылдар мынау Мұхамбеттің атын айтып жүр деп болды. Ол сосын барлығын неге өзгерткен әңгіме бұл. Мен Баймағамбет деп отқаным сол ғой. Баймұхамбетті Баймағамбет деп жіберген. Енді қызығы аға, менің атам кетті Зімхан, әкем кетті Ақбай, ағам кетті өлген Жолай. Жолайдың баласы кетті Салават. Енді Салаваттың балдары Орынборда тұрады. Енді олар шөпшек болып келеді мен атама. Орынборда тұрады, мен кеше Орынборда жүрегім соғып кетті. Менен бұл картамен қарасам 98 километр жерде екен. Енді Құдай қаласа сол шөпшектеріне мен барып көрсетем ғой. Міне сен бабаң, оған менің атам баба болып келеді екен балдарға. Міне бабамыз мына жерде жатыр. Олар біледі, көреді. Қандай керемет қой бұл деген. Өйткені ол деген рухтандырады екен ана жерде. Адамға рух береді екен. Мен ана жерде табылғанын сезгенде мен бір рухтандым. Бұл біздің жер. Біздің жер орекендер таптап жүргенде. Неге мен деген бұл жерде мен тік жүру керекпін бұл жерде. Өйткені бұл деген табынның жері айналып келгенде де. Қазақтың жері. Бүкіл аталған қазақ. Қарақожаның Қарақожаның деген Томар өткілді, тамар өткіл деп қойған. Енді өзгертіп жатыр. Рухтандырады, бір күш береді. Ол мына өзің іздеп жүрген адамға керемет күш береді. Мына қазақта осы талай айта берем. Мынау бір өзің ата-бабаларыңның қайда жатқанын білгің келсе, мен о заманнан ойлайтын едім, май осы бүкіл мынау küçük думаларымыз тауып алсам, олар қаяқта жүр екен, кімдер екен деп армандайтын едім, мына жас күнімде. Енді сол арманым орындалып келе жатыр ғой, міне қараңыз. Енді ол жаңағы қазақта жаңа мақал бар ғой, жаңағы өлі жебемей тірі баяз таппайды дейді. Баяз таппау деген мына сен қазір жүрегін қобалжып, анан сол кісіні тапсам екен, көрсем екен деп отырсың. Басына барсам екен, дұға өтсем екен деп. Мен де сонада ана барып ана кісіні тапқанда бір үлкен бір шаруа бітіргендей өзім басқа адамға басқа шығар. Мен өзім көңілім, рухым орналып жаңағы мына кісіні таптым. Ойпырмай, енді ана үткішік тапсам деп жүрмін жаңа әлі ойым. Әкемнің өзі бір-ақ рет барып келген екен сонда. Ол уақытта қиындау болған шығар енді, білмеймін ғой. Қазір деген зымырап барып келіп болады ғой, 200 километр мына жерден. Мен енді сол айтайын дегенім біздің үткішіктің жүрген жерлер жаңағы қорым, ол деген жаңағы Көпшейіт деген. Ертеде мен естігемін атамнан, әкемнің ағасынан, үлкен кісінің атадан. Көпшейітте жатыр, Көпшейіт деген. Содан енді артынан ұмытып қалдым да, енді артынан енді үлкейгеннен кейін сұрасам, кеше бүкіл Құлсарын сұрадым, біреу білмейді Көпшейіт деген. Көпшейіт деген жоқ. Жаңағы ол Көпшейіттің аты жаңағы басқа атақпен аталып, жаңағы атамыз би, жаңағы Дәден бидің атына атақ қойған екен. Сосын мен ойлаймын, мен өз білем ғой, Дәден бидің қай жылғы айтқанын естіп жүрмін. Дәден атамыз 1924 жылғы айтқан. 1834 жыл туған. 90 жасында айтады. Сосын мен айтам, ол кеше сол ана бейітке баратқанда, мен тіпті алдында ойламаппын, қасымда арқылып барсам, көке мынаның осындай атты білесің бе, мынаның ескі атын тауып берші дедім. Российский картаны шығарды да бала. Көпшейіт деген осы келе атқанымыз дейді. Мә бәлем, жүрегімді арып кетті жаңа.
Сонда көрдің ба, ескі аттардың бәрін білмейді, а мына российский, жаңағы топографический военный карта бәрі бар екен. Ана одеялы атын өзгеріп тұр, қара қожа деген ол исламдықты білдіреді ғой. Негізі ол жақта қожалар көп болғаны деймін. Тағы да бір ауыл бар, Абылязов деген. Ол деген қожалыққа жатады ғой. Вот көрдің ба? Ол бәр жерде осындай бейтпен, сол жаңағы моламен анықтамаса, оның көбі көнбейді. Енді мен жаңа өзі сеніп келе жатырмын. Ана Атыраудың алқабынан бер қарай Сарғамыстан жаңа Қаратон, мынау жаңағы көп шейіт деп аталатын себебі ертеде көп адам суға кетіп, көп адам жерленген екен. Сосын ол биіктік. Қазір түсіп кеткен екен ана, мұнайын сора-сора. Сосын енді мен тағы ойлаймын, логика. Дәден ата 90 жасында қайтып Бұсараға қой дейді. Енді сөйтеді ғой. Мын жағында Құлсарың Дәден атам, кім атамыз тұр жаңағы Таздың үлкен жиренен Бақашада жер бар. Жаңағы мын жағында тағы үлкен қорымдар бар. Соған не қой демейді, нараға қой дейді. Енді далаға. Значит, мен ойлаймын, соларда біздің аталығымыздың бәрі солар жатқан болуы мүмкін. Тек тас қойылмай қалған. А ол тастың өзі, құлпытастың өзі, мына соңғы деректерді оқып отырсаң 1815-тен бастап қойылған дейді бір қарай. Ары қарай ол уақытта болмаған, ол уақытта көтеріп кетеді, я бір белгі қойып кетеді, бірақ Ағамда айтып отыр ғой, біздің жігіт баяғыда кетіп бара жатқанда дейді, сөзін байқап көрсеңіз, тас, қара таспен қойып кетіп еді, қазір бәрі бұзылып кеткенмен, шөп өсіп кеткен. Сол ғой енді, соған қарап мен ойлаймын, Бекқұлының 7 баласы да солар жатуы мүмкін. Өйткені ол Дәден ата біледі. Ол соңғы би ғой. Ең соңғы би. Біздің осы таздардың ең соңғы биі. Оның атасы Құлжабай билеген би қойып, одан кейін осы Дәден ата. Ол кісі кімнің қайда жатқанын әйтпесе, мен анда апарып қой дейді ғой, анарда атам жатыр деп. Ол уақыттағы адамдар бәрі бір жерге қойылады ғой, шама келсе. А ол билік құрып тұрған кісі оның қолында бәрі бар. Ол жатады бар. Әкемнің сөзінен бір естіп қалдым да, баламын ғой, сонда қалып қойған ғой, санама салып қойған ғой, Құдай. Өзен бар деген қасында. Өзен бар деген бір естіп қалдым да. Және атамның бір сөздері келді. Келгенде бір адамдар айтып отыр. Балам-ау, сені 7 жасқа шейінде жеткізе алмадым ғой деген бір сөз келген да. Айтылған сөз. Енді келіп тұр ғой сол сөз. Тарс еткізді. Ол адамның есі дұрыс болған ғой. Дұрыс адам болған ғой. Сені 7 жасқа шейінде келтірмедім деген ол деген қандай ұғым жатыр, не жатыр, қалай екенін білмеймін ғой енді. Жеті ата сол мені іздемеді, ояқтағы кісілер іздейді дейді ғой. Айта алмай кетсе де, осы мына артындағы мына өзің атаң өзің хабар беріп атады дейді ғой. Жаңағы қазақта бар ғой, жаңағы артын сені желеп жатсын деген сөздің өзі құр айтылмаған ол. Мінекей сол кісілер анаяқта жатса да тілекші болып ұрпағына сөйтіп жатады ғой. Енді ғылыми түрде сөйлемесек болмайды мына жерде. Байтерек жедік та. Оның тамырлары бар. Осылар біздің тамырларымыз. Ғылыми түрде дәлелденіп тұрмын. Қаншамада пайыз беріледі екен балаға. Ғылыми түрде. Енді сол жаңағы жатқан атамыз біздің тамырымыз ғой. Бізге қуат беріп тұрған. Ол деген ғылыми түрде дәлелденіп тұр. Бірақ рухани де ол дәлелдемеген қаншама. Рухани қалай беріп жатыр бізге ол деген. Біз оны қалай жанатты қыламыз бар. Біз сол үшін дұға тілейміз. Бізге де қуат алмасамыз. Соны түсінбейді, ол деген әрине ол дәлелденбейді ол деген. Сен мынау қағаз деп оны дәлелдейсің, сен оны дәлелдей алмайсыз. Өйткені сол тылсым дүние ол. Тылсым дүние ғой енді. Енді Құдайды мына жұма күндері жаңағы мына жет нан жасаймыз. Сосын кешке мен қай уақытта да жатқанда бүкіл әулие әмбелерге сыйынамын. Сосын таза атамнан бастаймын. Таза атамның барлық ұрпақтарына дұға дәм еткен деп. Одан бері қарай Абдал атам деймін. Одан кейін Келдібай атамыз. Одан бері қарай жаңағы Бекқұл атамыздың бүкіл балдарына жаңағы дәм еткен. Үйтқышық атамыздың бүкіл ұрпақтары дұға дәм еткен деп. Өзім әкеме де шешеме, бауырларыма барлығын солай сөйтіп жатамын. Соның барлығы енді оларға осы әйтеуір тылсым дүние жетеді дейді ғой біздің оқыған Құранымыз енді. Енді бұл қазақ ұлтының тарихы. Қазақ ұлты қазір ғана есін жиып жатыр, өзін танып жатыр. Қазақ ұлтының ішінде мен талай нелермен WhatsApp-ында бар, билермен, ұлттық кеңесімен, ақсақалдар кеңесі, бүкіл чаттарда бармын да. Енді соларда ізденіп жатыр. Бірақ соның ішінде біздер ғана жетіаталықтар жыл сайын бас қосып тұрмыз.
енді бұны деген ұлғайту керек, үлкейту керек, дәрежесін өсіру керек, мемлекет тарапынан осындай талап қою керек деп санаймын мен деген. Рухани жаңару деген, қуаттандыру, есін жидыру. Адам баласы деген жаңа прогресс деп айтамыз ғой. Көбі айтады, прогресс деген ол баю дейді. Сен бай тұрсаң, сен прогрессивныйсың дейді. Көбілер айтады, прогресс деген ол технический прогресс дейді. Искусственный интеллект дейді, интернет дейді, бүйдеді, ол прогресс дейді. Мен келіспеймін бұған. Байлықта прогресс емес, технический интеллект деп прогресс емес. Прогресс деген не? Прогресс деген менің ойымша адамның жөні дұрыстығы, ішіндегі бір түпкі өзінің бір діндігі бар, дұрыс болу керек та. Денің дұрысы, сонда адам рухы жаңағы өркениет, прогресс деп санайды деп ойлаймын. Дұрыс жолда болады деп сонда ғана санайды деймін. Өйткені байлық адамды аздырады. Технический прогрессте деген жан болмаса, ол деген бүкіл дүниені ядерлық автомобиль бомбамен жаға жүруге әзір жүр ғой технический прогресс. Бізде мынандай жарылыс бар, керек болса жарып жібереміз деп жүр ғой, айтып отыр ғой. Ең байлық, әлемдегі байларды көріп отырсыз, азған байлар. Солай. Енді біздің алдымызда не тұр ұрпаққа? Мына біздің қазір мына жасымыз, енді мен қазір ойлаймын, енді бізден кейінгі ұрпақтарға осының бәрін айтып жеткізіп кетпесек, ара үзіледі абсолютно. Үзіліп қалады, ешкім біздің аталарымыз қайда болды, қалай жүрді, қай жермен ешкім оны таба алмай қалады. Сондықтан менің ойым, мен осы саған да бір жолы болсын бәрін айтайын деп жүрдім. Біз сол ана аталарымыздың, бабаларымыздың осы бейіттерін тауып жүрген жолдарын, ана тұнау жылойдың ар жағы жаңағы Атырау Каспийдің бойынан барған жерінен бастап кейін қарай жолдарымыз, Жолшыбай жаңағы айтып отқан жаңағы Қаратон, жаңағы сол жолмен келіп бері қарай шығып жаңағы Сағыз бойында енді ол аты қалған, оларды отырған, ол мүмкін емес, ол Россияның картасында тұр ғой. Урал жезша Үйткішік деген үлкен алқапты қоршап қойған. Міне тұр. Оларда бәленбай жер отырған, ол өзінің жері, тіпті оны біз даулауымызға болады үкіметтен. Үшін? Енді ол атамыздың аты отырған. Одан бері қарай сосын жаңағы ойыл бойын, мына ойылдың алқаптарымен өтіп, где-то 30 километр алқаппен отырып, бері қарай шығып, жаңағы мына жағында Жекенді, Жақсымай деген жерлердің көл болған жеті көл, соның бойларында отырған. Одан шығып, ары қарай Шыңғырлау емес Сыңғырлау екен. Сол бойына шығып, ары қарай сосын неге шығып тұр ғой, жаңағы Россияның жеріне, Башкирияға қарай шығып тұр ғой. Сол осы жолдың бәрі картаға салып, қай жерде кімдер қалған, жаңағы бейіттері. Мына жерде мынау, мына жерде мынау деп, соның бәрін бір кітап қылып жазып, бір неге түсіріп, сондай бір артқа ұрпаққа бір нәрсе қалдыруымыз керек, ойласып. Әйтеуір, мына көбі қазір кітапта оқымайды. Мынандай бір нәрсе тұрса, қарауы мүмкін. Кітапта жазу керек, мынандай қада түсіріп кету керек. Әйтеуір, неде тұрса, ютубта, бір күн болмаса, бір күн бір есіне түскенде, жаңағы шежірелермен бірге қойсаң, тауып алады ғой, қарайды ғой. Мыналар бостан-босқа айтпаған шығар, біз үшін айтып кетті деп, біздің балдарының балдары, біздің де әлі, бізден кейінгі жеті ұрпағымыз қарауы мүмкін ғой. Әрине. Сондықтан ол мәңгілік зат қой мынау. Енді не дейді, Құранда бар ғой, тарихат деген енді тарих қой. Өзінің тарихын білу. Артқа осы барымызды енді тастап кету керек. Дұрыс аға. Әлде де жинау керек, әлде де көбірек жинау керек. Құдай қаласа енді келесі жылы жеті аталықтар қосамыз ба? Бұйыртса қосамыз. Ақтөбе қаласында. Бірлет емес, 2 жылда бірлет қосып тұрсақ жетпей ма? Мұны ақылдасамыз жігіттер, мына адам бір қоя, ара кішкентай үзілсе, адамдар өзі бір төліп кетеді. Ал енді сол бір шай ғой, біз соны ойласып, жылына осы, енді баратын жаққа барып болдық, енді Ақтөбенің басында ойлаймын мен. Ешкім алысқа бара алмайды, осы Ақтөбенің басында бір жерден жылма-жыл бас қосып, бір шай ішіп, жағы дұға бағыштап отырсақ, ол да тұрған ештеңе жоқ шығар. Жүзеге бармаймыз ба? Білмедім, енді оны инициатива болып атса, әркімдер, енді бұлай деп болмайды. Шекара шығу қиын. Мына Ақтөбе өзіміз Ақтөбе ғой. Ана судың бойы тегін анарлығы. Соларға барып, бас қосып, әңгімемізді айтып, үлкен кісілер де біз азайып баратыр.
Ал 2 жыл дегенше қанша адам кетіп қалатынын тағы білмейміз ғой. Иә. Ал қазір шүкір алда үлкендеріміз бар, жеңгелеріміз бар. Әйтеуір солар бірін-бірі көріп, әңгіме қылып, әңгімелесіп, ата-бабаларын еске алады ғой. Бағыштаған Құранға қол жаяды. Осының өзі не ғой. Енді алдыңғылар Нақу ағамыз жүзге келіп өтті өмірден. Ал енді анау кездесуге келіп ол кісі мәңгілік неде қалды ғой. Ол ұрпағына қанша арттағы мына нелерге бірталай ең соңғы қариямыз үлкен. Бірталай әңгімесін елге кездесіп, әйтеуір батасын беріп, ұрпақтарға сөйтіп кетті. Осындай ғой енді. Мына ойынды жалғастырып кетейінші. Маған әртүрлі қасиетті адамдар хабарласады. Қазақ көріп оқып отырмын. Жерін дұғалаған дейді. Дұғалаған? Иә. Оны не істейміз? Сондай да сондай рәсім жасау керек дейді. Жақсы дедім, түсіремін. Қазақ ұлт деп айтып тұрғасын, бардық, түсіріп көрсетілім. Енді қазақ ұлтына сондай бір карма бар дейді оша. Соны тазарту керек дейді. Енді дұрыс айтады, қазір интернетте қарап отырсақ, адам өзі қаралық жинайды. Родовой карма деген бар. Ұлттық карма деген бар. Соның бәрін тазарту керек. Соны дұғалап, Құдайдан сұрау керек. Бір әрекеттер жасау керек. Қасиетті адамдар олар, солармен қосылып бір дұға тілегі керек. Өзіңді тазарту керексің. Родовой каналды тазарту керексің. Сен тура жолда болу үшін бірінші, тура жолға түсу үшін. Солай деп ойлаймын. Ұлтты мына деген империялар қазір актуалдық не ғой? Империялар не құрып жатыр? Рим империясы болды, Алтын Орда империясы болды, мына Совет үкіметі империясы болды, құлап жатыр. Көріп отырмыз ғой. Неге? Өйткені олар қаралық жинап алады екен. Қаралық жинап алғаннан кейін әрбір адамның басына бір деградация болады екен да. Деградация деген адасу деген сөз ғой. Енді қазақша қалай келеді ол деген? Азу деген сөз азып кетеді адам баласы. Өзінің жаңағы құндылықтар азып кетеді. Сондай болып сосын барып азиды екен. Алтын Ордада сол деген бір өзіне бір қаралық жинады ғой. Тектен тек емес мына болып жатқан жағдай. Ол енді қалай болғанда да бұл бар зат шындық негіз бар ғой. Негіз бар, негіз болмаса ештеңе болмайды. Қалай болғанда да адам жаңағы бұрынғы алдыңғы аталарының айтып кеткен өсиеттерін орындамайды. Негізі әңгіме сол ғой. Мына например, айтып отырсыз, Алтын Орда деген ол 400 жылдай болды. Ал 400 жылда неше ат алмасады? Смотри, 400 жылда деген көп ат алмасады. Солардың айтып кеткенінің барлығы құлаққа асылмай, іске аспай қалып, содан кейін адам өзің басқа емес, өзің туған туысың, ата-бабаларын сыйламасаң, басқа сені кім сыйлайды? Басқалар саған жау болады. Қанша уақыт болса да соларды үлгі тұтып, алдағы аталарды артқы ұрпаққа соның әңгімелерін, солардың істеген ісін жеткізіп, жақсы-жағын бәрін жеткізіп отыру керек. Сонда ғана ара үзілмейді. Анда айтпаса ара үзіліп қалады. Ара үзілгесінде ол өзі кіреді, барлық зат кіреді, осын азат, тозат, ұрпақ азып кетеді, тозып кетеді. Міне қазір өзі қарап отырсаң, мынау кешегі Совет одағы құлағаннан кейінгі мынау бостандық кішкентай бір демократия деп беріп жібермеді. Қалай ұрпақ азып кеткенін көзімізбен көріп отырмыз ғой. Үлкендердің сөзін ешкім тыңдамайды. Осының бәрін баяғы біріктіріп отқан қазақтың салты, дәстүрі, бүкіл оның бәрі кетіп жатыр. Соның бәрі сосын азу деген осы ғой. Ата-бабаң осының барлығын осылай бол деп кетті ме? Мына өз тілін ұмытып жатқан, тек шығып алып қазір өз тілін ұмытып кетті, оның бет-әлпеті қара, ал қазақ екенін білмейді. Балдары, немересі, атасы, әжесі бәрі орысша сөйлеп, тіпті ұяламыз, осы үйдің ішінде солай. Сыртқа шықтан естіп қалды. Масқара болып, мұның бәрі азу ғой процесс сол жаңағы. Осы қаралауды соған кіреді ғой барлық бүкіл. Кейбір адамдар соны ұқпайды. Ұғатындар бар. Орысша сөйлеп ұғатындар бар. Осы дұрыс емес-ау деп мен. Ол өзі солай ғой. Бүгін мысалға тіпті бір дүкенге барып бір жерде бір қасында орыс бір зат сұрап орысша сұрақ қалып едім. Мен анау қазақша сөйлеп жатыр. Ойбай, кешір, мен сізді білмейді ғой деп орысша сұрап жатыр едім деп. Мен анау майын тамызып бәрін түсіндіріп берді.
осынша мырза болар ма? Төбем бөркім жаңағы лақтырғандай болдым жаңағы. Төбем төбеге тиген дейді қазақ айтады. Анау тіпті орыс, мен тіпті байқамадым, ол қазақша біледі. Судай ағып тұр. Ой, Аллау дедім. Міне сондай, анандай сөйлеп тұрғанда біздің енді азып баратырмыз, ата бабасын сыйламай. Тілін неге соншама жау болып жатыр қазақ тіліне? Өйткені қазақтың тілінде жан бар, қуат бар. Рухани өте бай тіл, терең тіл. Бүкіл дәстүр, салт, сала бәрі қазақтың тілде тұр. Сондықтан қаралықтар жабылып жатыр да, дамытпауға. Мынау мен тұрсақ, қазір тіпті бір нақышын келтіріп әңгіме айтатын өзімді қатарлас жігіттеріміз жоқ қазір. Сол аға. Ұмытып, мен өзі кейде бір ойыммен бөлісетін адам таба алмайсың. Кейбір жаңа бір құнды баяғы ескі қазақи бір керемет сөздерді адам айтып қолданбағасын ұмыта бастайды екенсің. Кейде есіме әзір түсірем, қазақтың бір сөзінде бәленбай синоним бар ғой жаңағы. Соның жаңағы балама синоним деген. Например, жаңағы бір сөздің балама ойланып жаңағы адаммен сөйлеспеге зорға түсірем есіме. Ал енді жасыратын жоқ, қазір көзің ауырған, кітапты оқи алмайсыз көп. Кітапты оқысаң, оның тіл байлығың онда керемет етеді ғой енді құрсын. Қазақтың тілінде мына бүкіл сөзінде жоқ емес жоқ, тіпті майын тамызы бәрі бар ғой. Ал енді ол енді осыны жатып алып ойлаймын, ертең мынау кетіп қалса. Қазір көбі орысша, орыстанып кеткен қазақтар айтады, мен сөйлеу білемін дейді. Ол тек мына алып кел, нан бер, шай бер деген әңгімелер ғой. Ол байлық жоқ о тілде. Орынбордағы менің інілерім орысша сөйлеп жүр ғой. Иә, сол. Ол түгел баламдар да орысша сөйлейді. Мен айтам, сен өзіңді интеллигентный деп санайсың ба? Өзіңді білімді деп санайсың ба? Өзіңді культурный деп санайсың ба, сен өзің тілінді білу керексің. Тілінді білмейсің ба, сен бескультурныйсың, необразованныйсың дейді. Жете санасына құям да солай. Сол түсінеді, ойланып қалады да. Басқа қанша тіл білсең де, сен өз тілін білмегесін, оның керегі жоқ. Оның өз тіліге керегі жоқ. Өзіңнің тіліңде тұр ғой, бүкіл құндылық тұнып тұр ғой біздің қазақ тілінде. Ой, мына Мұхтар Әуезовтің керемет жазушылардың денелерін оқығанда айызың қанып отырады ғой. Қалай тіпті нақыштанып сөздер келеді тіпті. Қазақтың сөзділігін мынау жыр дастанларын оқысаң, аға, жақсы, біраз сөйлеген сияқтымыз. Қосатыныз болса, және де деген енді биыл қай жерде бас қосамыз, соны айтып кетсең. Мынау қосқанда мен осы көптен ойланып, бір кішкентай мына жыл аяқталсын, алдағы жылға тағы бір жігіттердің ішінде азамат жігіттер осығалай деген жігіттерге тағы да бір сөз тастап, сөз ләмдерін біліп, алдағы сол бас қосуды тағы алдын ала бір дайындап, өйткені аран үзуге болмайды. Хабар бересіз бе? Иә, бұйырса ортаға тастап. Осы менің өзім ойым осы қалада болғанды жақсы көремін. Қазір енді қалай бір жан жаққа қазір шығатын Жеренқопада болды, Ойылда болды, енді Ақтөбенің басында осы үлкен кісілерді пока ана кісілер тұрғанда олардан айырылмай бір сөз алып қалсаң да, үлкендерден бір сөздің өзі құнды болады. Бір мәлімет алып қалсаң да, оған дейін мына жаңағы айтқан біздің аталарымыздың жүрген жолдың бәрін, карталарын әлде де изучение жасаймын мен, біткенімше соның барлығын, амандық болса соның барлығын, мына жақты сендер тапсаңдар, анау Томашы деген жерде жаңа ерлік деген атамыз жатыр дейді. Мен сонда Ғалымдар ағама айттым, сендер табыңдар дедім мұны. Қай жерде екен білмеймін, жобасын айтады, бірақ бейіті жоқ дейді. Енді әлде де мен айтам, ең болмаса жобасын тауып бұйрық қойыңдар. Осы арада бәленше мынандай үшін уақыттарда осы руын келтіріп, осы арада болды деген тақтайша тұрса, мәңгілікке бұзылмайтын. Оның өзі деген ұрпаққа не ғой? Еші мына неге түсіріп, барлығын не қойсаңдар. Былтыр кімдер жиреншілдер ана Қаражардың басына барып орнатты. Үмбет атамызға, сосын қай атамыз, тағы екі атамыз, Мәмбет Үмбет атамызға барып, ол мәңгілік тұрады ғой. Қара. Солардың бәрін түсіріп, мына жастарға көрсету керек. Сен олардан аналар тек просто неге түсіріп келді, өздерінде бар шығар, сен оны алып, мынандайға салу керек оның барлығын. Алу керек. Айтпақшы, егер де бір айтатындарыңыз болса, бір видео жаңағы бейне таспаларыңыз болса, жіберіп тұрмыз мен каналға. Ол Қаражардың басында да көп
аталар ол жалғыз Мәмбетпен ата Мәмбет ата жатып қалған жоқ. Оның ар жағында бар. Әйтпесе ол ораға бармайды. Мені жерле деп айтпайды. Бұрынғы қазақтар, қазіргіде солай ғой, ертедегілер, мен бұлай болып кетсем, бәлен деген жерге апарып жерле деген. Барлығы сүй деген. Сондай қалдырған өсиетпен жерлеп тұр ғой оны. Айтпақшы, мына Қарақожа деген жер бар ғой, мына атамыз жерленген жер. Ол жерде енді туыстарда бар ғой, таза. Бар оны. Ағайындар бар. Міндетті түрде бар. Тектен-тек жерлеген ғой. Тектен жерлеген. Енді ар жағы жақын жер. Башқұртстан басталады екен, Башкирия. Жақын жерде сол Башкирияның аймағында Тазляри деген ауыл бар екен. Оларда Таз деген ру бар екен Башқұртстанда. Бар. Тазляри деген ауыл бар. Жақын жерде. Өзі мына әрбір руда, например, сол жаңа айтқан Башқұртстанда бір адам қалып қойды дейікші. Бір адам. Ол енді 100 жылдан кейін одан қанша ұрпақ тарайды? 5-6 ата тарайды одан деген. 6 поколение. 25 жылда біреу дегенде 100 жылда. Қазір 25-ке жетпейді, 20-да кет шығып жатыр. 5-6 ұрпақ одан тарайды. Одан шыққан қайбақтық. Орыстардың зұлми саясатын қараңызшы. Енді башқұрт бауырларымыз бізге туыс қой. Бірге тұрғанбыз ғой. Енді картадан қарасаңыз, мынау Қазақстан болса, Башқұртстанды бөліп тастаған. Бұл жерде орыс бір-бірін араластырмайды, бөліп тастаған. Орынбор облысына арқылы. Орынборды алып кетті ғой. Бөлініп тұр. Ол Россияның ішінде тұр. Біздер бір тұтас болғанбыз. Солай Монғолияда, енді бізге жақын ғой. Монғолия Қытаймен бөліп тастаған былай. Қытаймен бірігіп осы түрк әлемін саясат. Енді геополитика осы жақта. Сол Әбілқайыр хан башқұрттарды қорғаймын деп күні кешеге дейін сондай әңгімеме жүрген. Анау патшалық жағдай ғой. Әбілқайыр келіп, мен сіздің отағына кіремін. Ой, ол өтірік әңгіме. Өтірік. Ол өзі хан, бүкіл нені ұстап отқан. Ол оған берілмейді. Әбілқайыр келіп, бізге өздері қосылып деген. Тем более Шыңғыс ханның ұрпағы ол оған. Мүмкін емес. Мінез жібермейді. Шанасы дұрыс адам ойына сыймайды. Хан, ханның ұрпағы барып, одағына кірген. Әбден қасыққаны қалғанша, шаршағанша олар сонымен тайталасты, әл бермеді. Оларда жаңа оқ болды ғой, мылтық болды. Әйтпегенде олар ала алмайтын еді. Бізге ешқандай оқ, жаңағыдай мылтық берудің бәрі запрет жазылып тастаған. Жарайды деген, өзіміз аман болайық. Басымызды, бір-бірімізді танып. Жоспар құру керек. Ойыңда не болса, сен де маған WhatsApp-пен жазып отыр, мен де саған жазып отырайын, ойлап. Мен кейде осы түнгі жатарда өзім ойлап, осы маршрут нені құрам өзімше. Қалай болғанда қалай болады. Не болғанда да барымыз тастап кету керек артқа. Бар мына зат мынаған түсу керек. Ал қазір тек ең сақтап қалатын осы. Бұл ютубта тұрса енді өзіміздің каналымыз бар, мен сол бәріне айтып салып жатырмын ғой, соны қараңдар деп. Керек мәліметтер соның ішінде тұр деп. Енді анау суреттерді осыған сала алсақ оқша күшті болар еді. Ол хроника. Суреттер менде бәрі сақтаулы. Менде телефон алмастырып едім, бұзылып қалып кетіп қалды. Жақсы, аға. Амандық болсын енді деген. Енді өзіңіз жариялайсыз ғой. Сізден енді ақпарат күтеміз. Шама келген. Ал бірінші денсаулық болсын қайда жүрсеңде. Ояқта сен, бұяқта біздер аман болайық, Алла Тағала тек аманшылығымен болсын әумин. Жақсы болып кездесуге жазсын. Амандықпен кездесуге. Өмір ғой, өмір болғасын. Былай дейтін жоқ. Рахмет көп саған келіп, анаяқтан уақытыңды бөліп, ағама сәлем берейін. Жаңағы бір кішкентай әңгімелесейік дегеніңе мыңда бір рахмет. Бала шағаның қазығын көре Алла, деніңе саулық берсін. Бүгін жаңағы бір оқып жатырмын. Қазақтар иман деп сөйлемеген, қазақтар ар деп сөйлеген дейді. Арлы болайық. Өте дұрыс. Мен ана не болсын деп салам ғой. Мен білмей өткен жоқпын. Армысыңдар үйткішік ұрпақтары деп жазам. Сол миына кірсін. Сол бір сөз жаза берем. Олар сосын мынау неге жаза бүкіл тұр ғой. Армысың дегенде жұрт оның сәлемдесе алмайды. Армыз, барымыз деу керек.
мына ассалаумағалейкум дегенде уағалейкумассалам дейсің ғой. Анада армысыңдар деген армыз бармыз деп. Баяғыда мен бұны ертеде отырғанда әкем үйде шай ішіп отыр едік, біз кешкі таманғы шай ма, бестік шай ма, қояғылда далада. Бір атшы келіп, алыстан келіп, армысыңдар, бармысыңдар, хабарласыңдар деді. Ертеде сөйдейді екен ғой. Ана атпен келіп, түспейді, үйде кім бар екенін білмейді, айқайлап сөйлейді екен ғой. Сонда әкем айтты, армыз, бармыз деді. Сол нарамда қалып қойыппын мен. Бала күнді кішкентай. Қояғыл, далада отырмыз ғой қояғылда. Мінекі сондай сөзді пайдалану керек. Ол осы сөзді ана Болат біледі, бейнеудегі. Мен кейде аға армыз, бармыз деп жауап береді ол. Ол жаңағыдай дегенде ол ассалаумағалейкум демейді. Ол бұған дейінгі, дінге дейінгі сөздер ғой ол. Дінге дейінгі сөздер ғой. Армысыңдар, бармысыңдар деп. Амандық болсын. Аманшылық болсын. Арлы болайық. Иә. Жүрген жерің аман болсын.